Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін қиярды ерекше етіп қызанақтың согында жабатын боламыз. Осылай жабатын болсаңыздар, сіздердің қиярларыңыз ерекше дәмді болып келеді. Сонымен қатар менің каналымда қиярдың өзін осылай тұздаудың да тәсілі бар. Барлығы да сенімді рецепттер және құрамында ешқандай қоспасы жоқ, табиғи, осындай томаттың жасалу жолында таба аласыздар. Алдымен қызанақты ет тартқыштан өтетіндей етіп, өзімізге ыңғайлы қылып, осылай турап аламыз. Одан соң барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Міне менде ет тартқыштан шыққанда осындай көлемде шықты. Қызанақты қайнататын сырлы ыдысыма құйып алдым. Оттың астын қатты қойып, қызанақты бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін оттың астын баяу етіп қойып 20-25 минут уақыт қайнатып алатын боламыз. Арасында әрине осылай қозғап тұру қажет болады. Осы арада банкілерімнің барлығын дерлік монтоваркіге 8-10 минуттай булап алдым. Ал егер шәйнекке булайтын болсаңыздар 3-4 минут буда тұрса жеткілікті. Қақпақтарын осылай 3-4 минуттай қайнатып алдым. Қосатын дәмдеуіштерінде алдын ала дайындап аламыз. Болгар бұрышын 4 бөлікке бөліп осылай дайындап алдым. Одан кейін хреннің жапырағы, қара кептірілген ірі бұрыш, лавр жапырағы, қалауыңызға қарай ащы бұрыш, сарымсақ, уксус, қант және тұз қажет болады. Стерилденіп дайын тұрған банкілерімізге барлық қоспаларын салып шығамыз. Алдымен мен хреннің жапырағын 2-3 орап салдым. Хрен жапырағының кішілеу түрін 1 литрлік банкіге салып, барлығын осылайша дайындап алдым. Осы орайда қалауыңызға қарай ащы бұрыштан қосып жіберсеңіздер де болады. Мен осындай бүтін ащы бұрыштан барлығына дерлік бір данадан қосып алдым. Сарымсақтан да қосамыз. Мен барлық банкіге 2-2 дана сарымсақты қосып дайындап алдым. Сонымен қатар бір болгар бұрышын мен 4 бөлікке бөлдім. 1 литрлік банкіге 2 данадан, ал 2 литрлік банкіге 3 данасынан қосып шықтым. Және лавр жапырағын қосамын. 1 литрлік банкіге 1 данадан, 2 литрлік банкіге 2 данадан қосып шықтым. Және қалауыңызға қарай кептірілген ірі қара бұрышты да қоссаңыз болады. Соңында қиярларымыздың барлығын видеода көріп тұрғандарыңызды етіп тығыздап үстінен баса отырып салып аламыз. Симаған бөліктерін 2 немесе 3 бөлікке бөліп салсаңыздар да болады. Қиярдың барынша майда түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Менде орташа көлемдегі қиярларды таңдадым. Барлық банкіме осы видеода көріп тұрғандарыңызды етіп тығыз етіп салып дайындап алдым. Осы арада біздің қазандағы суымыз осылай қайнап дайын тұруы қажет. Қатты қайнап тұрған суды суытып алмай, банкіміздің үстінен барлығын құйып шығатын боламыз. Біз бұл суды пайдаланбаймыз, қайтадан төгіп тастаймыз. Суды құйып 20 минут уақытқа қалдырдым. 20 минуттан кейін судың барлығын бөлек ыдысыма құйып алдым. Келесі кезекте екінші рет тағы үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып шықтым. Банкіні осылай 2 рет қайтара суын төгіп жабатын болсаңыздар, банкіңіздің атылмай қысқа сақталуына өз септігін тигізеді. Ал егер сіз өзіңіздің бақшаңыздан еккен қиярды пайдаланатын болсаңыз, суын қайта-қайта төкпей-ақ бірден суын құйып жаба берсеңіздер де болады. Жаңағы қайнап тұрған қызанақтың үстінен 2 банкідегі суды, яғни осы қиярдың шырынын құйып тағы бір қайнатып алатын боламыз. Ал қалған банкідегі суларды бөлек ыдысыма құйып алып, оны төгіп тастадым. Бұны біз пайдаланбаймыз. Суымызды 2 қайтара төгіп болғаннан кейін қоспасын сала бастаймыз. Мен 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 1 литрлік банкіге 1 ас қасық тұздан салып дайындап алдым. Ал егер 3 литрлік банкіге жауып жатқан болсаңыз, 3 ас қасық тұздан қосамыз. Енді қанттан қосамын. Мен қантты дәл солай 1 литрлік банкіге 1 ас қасық қант, 2 литрлік банкіге 2 ас қасық қанттан салып шықтым. Және банкіміздің атылмай қысқа дейін жақсы сақталу үшін аспирин пайдаланамын. 1 литрлік банкіге 1 дана аспирин, 2 литрлік банкіге 2 дана аспириннен салып шықтым. Және үстінен кішкене ғана уксусты қосып шығамыз. 1 литрлік банкіге жарты шай қасық уксус, 2 литрлік банкіге 1 шай қасық уксустан құйып шықтым.
Қайнап тұрған қызанақ шырынын суытып алмай ыстық қалпында банкілеріміздің барлығына дерлік құйып шығамыз. Банкіміздің аузын жақсылап бұрап жабамыз. Осымен біздің қызанақ шырынында тұздалған қиярымыз дайын болды. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта қысқа сақтауға арналған түрлі банкілердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.